Қамырдан жасалған чупа-чупс жайында білесіз бе? Баршаңызға сәлем, сіздермен Арай арнасы. Бүгін кейк попс тәттілері жайында айтамын. Кейк попс таяқшадағы торт, кондитерлік өнімдердің бірі. Таяқшадағы кіші торттар. Кейк попс шоколадты глазурге малынып, таяқшаға орнатылған бисквитті тоқаш. Кез келген пісірме түрі кейк попстың негізін құрай алады. Бисквитті ұнтақ немесе шоколадты корждың қалдықтары жиі қолданылады. Кейк попстың қалыпты формасы шар тәріздес чупа-чупске ұқсайды. Кейк попс кез келген мерекелік кештің, бас қосулардың, түрлі мерекелік шаралардың дастарханының сәнін келтіреді. Бұл десерттің басты артықшылығы үнемділігінде, ерекшелігінде және дайындалуының қарапайымдылығында. Аталған десерт Америкада 2008 жылы Атлантадан шыққан Энджи Дадли деген блогер әрі өнертапқыш кондитердің арқасында танымал бола бастады. Өзінің блогында қамырдан чупа-чупс дайындайтын жайлы жазғанда, оқырмандар үшін бұл ақылға қонымсыз іс болды. Энджи іс жүзінде орындап суреті сайтқа жүктегенде, жасалу жолын білгісі келетіндердің саны күрт көбейіп кеткен екен. Осылайша кейк попс ерекше десерт түрі болып танылды. Достар, ақпарат көңілдеріңізден шықса, арнама тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.